Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өмірде өз орындарын қалдырып кеткен белгілі тұлғалардың тауып айтқан сөздерімен бөлісетін боламын. Бұл каналда тек пайдалы ақпараттар мен өмірге қажетті нақыл сөздер айтылатын болады. Ал енді Лао Цзыдың нақыл сөздеріне көшетін болсақ, өзің түзел, сонан соң өзгені түзе. Жалығу мен тарығу жаныңның терезесі мен есігі. Су дүниедегі ең жұмсақ, ең әлсіз нәрсе. Бірақ қатты да берік затты жеңуге келгенде әлемде оған тең келер ештеңке жоқ. Өнер мен сауда-саттыққа кедергі болма. Өзіңнің өтінішіңді орындамағандарға өшпенділік жасама. Өзендер мен көлдердің жүздеген тау бұлақтарына су жинайтынның себебі олар бұлақтардан төмен орналасқан. Осының арқасында олар барлық тау бұлақтарын уысында ұстайды. Сол сияқты жоғары тұрғысы келген данышпан өзін төменге қояды. Адамдарды соңынан ерткің келсе, олардың соңынан жүр. Бар екендігін адамдар байқамайтын көсемдер ең жақсылары. Мәрт халық соғыс отынан әрі жүруге тырысады. Өз мүмкіндігінен хабары аз адам қауіпке ұрынуы мүмкін. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге де күші жетеді. Көп білсе де, өзін ақылды етіп көрсетуге тырыспайтын жігіт мақтауға лайық. Көп білемін деп кеуде соққан адамдар әдетте нәтижеге жете алмайды. Арлы жігіттің киімі нашар болса да, кеудесі алтын болады. Ақылды жігіт жұртқа жақсылығын шашып жүрер, және қылған ісін көпке жайып мақтанбас. Өз ойларыңызға мұқият болыңыз. Кез келген іс ойдан басталады. Адамзат баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істер де осы секілді кішкентай жұмыстан бастау алады. Сабырлық жақсылықтың қайнар көзі. Шындық дауысы құлаққа жағымсыз. Адамдардың заңы жақсылық құру және ұрыс дау-дамайдан аулақ болу. Адамзат баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істер де осы секілді кішкентай жұмыстан бастау алады. Өз ойларыңызға мұқият болыңыз. Кез келген іс ойдан басталады. Сабырлылық жақсылықтың қайнар көзі. Ақылды жігіт пайдасыз, артық ақпаратты миына жинамайды. Сонымен қатар дүние мүлкіне көңілін байламайды. Ақылды жігіт жұртқа жақсылығын шашып жүрер, және қылған ісін көпке жайып мақтанбас. Арлы жігіттің киімі нашар болса да, кеудесі алтын болады. Есі дұрыс адамдарда бір ғана заң бар: әділ болу және ешкімнің көңілін қалдырмау. Көп білсе де, кішік болған адам сүйкімді болады. Аз білсе де, өзін ақылды қылып көрсетуге талпыну рухани дерт. Тек сол мерездің бойымыздағы бар екендігін мойындап, назар салсақ қана бұлардан арыла аламыз. Кез келген істе
шектен шықпаған жақсы. Мәрт халық соғыс отынан әрі жүруге тырысады. Басыңызға бақ қонса, оны ұшып кетуі де оңай екенін ұмытпаңыз. Көп білемін деп кеуде соққан адамдар әдетте нәтижеге жете алмайды. Көп білсе де өзін ақылды етіп көрсетуге тырыспайтын жігіт мақтауға лайық. Өз мүмкіндігінен хабары аз адам қауіпке ұрынуы мүмкін. Жауын жеңген батыр, өзін жеңген ер. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге күші жетеді.